Так, бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде газель. Так, сотка инжектор. В общем, кассаның осы жерін ұстаған кезде машин дірілдейді, перебой ойнайды. И сосын айдап келе жатқан кезінде машинді тұншығып, оборот ала алмай ұстап қалады. Так, бұл жерде, в общем, бізде мәселе кеше көрсеткен ана сцепление дірілдейді деген видеороликтің жалғасы болмақ. Так, уже бұл жерде коленвал бәрі ауысып келіп отыр. Машин полный капитал коленвал ауысқан, мотористен шығып келіп тұр. Так, бізде, в общем, пробег бізде деген 369.904 километр. Так, в общем, қазіргі пробег. Енді біз сосын жаңа салонда көрсетейін деген, міне бұл жерде электронный педаль. Так, енді демек уже ары қарай оборот алмауы, машинаның тұншығуы. Бұл жерде датчиктен болуы мүмкін, кассадан болуы мүмкін. Так, ең біріншіден, в общем, оборот, егер сіздің айтқаныңызды тыңдамай жатса, ең бірінші оборотқа қатысы бар датчик, абсолютный датчик давления воздуха, яғни айтқанда мына инжектордың ішіндегі моторға сорылып жатырған ауаны есептеп тұрған датчикті біз абсолютный датчик дейміз. Бұл датчик дросельный заслонкадан өткен ауаның потогымен жұмыс жасайды. 4-ші цилиндр, 3-ші цилиндр және мына тормозной вакуумге кеткен жақтағы осы міне инжектордың половинкасындегі воздухпен жұмыс жасайтын датчик. Бұл абсолютный датчик. Так, сосын оборот тағы да алмай қалған кезінде бізде егер бар болатын болса, мына тұрған датчик неровный дорогиді қарайтын боламыз. Бұл да так оборотқа қатты влиять ететін болады. Так, бізде, в общем, кеттік мәселе әрі қарай. Енді біз кассаны шешіп көретін боламыз, проводтың жағдайы қалай екен. Так, в общем, мәселе осылай. Так, в общем, проводтың жағдайы мынандай. В общем, жағдайы мүлдем нашар деуге болады. Так, в общем, мәселем осы жағын, артқы жағын шешіп алатын боламыз. Так, проводтың сөйтіп дәл осы жерінен бастап былай қарай датчиктерге таралған жағынан обрыв әлі болмаса замыкание на массу, и сосын дросельный заслонканың проводын қарайтын боламыз. Неге десеңіз, главный ошибка бізде дросельный заслонка деп көрсетіп тұр. Ал бірақ бұның іші майма деп қарасаңыз, бұның іші тап-таза. В общем, мәселе осындай. Кеттік ары қарай. Так, біздер, в общем, кассопроводты шешіп алдық түгелмен. Моторный отсек, именно перебойлаған жерін. Так, бізде қалғаны 4-ші цилиндр. Қазір бұны ағытып алатын боламыз. Так, мына жақта уже ары қарай абсолютное давление датчик воздуха. Так, датчик детонации. 3-й цилиндр, 2-й цилиндр. И потом 1-й цилиндр. И датчик коленвал, аккумулятордың лампасы, майдың аварийный лампасы. Так, и потом датчик температуры, гидромуфта, катушка. Так, дросельная заслонка, неровная дорога. Неровная дорога мынау. Так, распредвал мынау бізде. Распредвал жөнінде бір-екі ақпарат, егер сіз осындай кассопроводың шашылып жатып, қайдан шыққанын білмей қалсаңыз. Так, распредвалдың проводының светі қызыл сары полосасымен, қоңыр ақ полосасымен және сорт проводтар кездеседі. Датчик распредвалда бұл именно Микас 12-де 3-де кездесетін проводтардың светтері. В общем, мәселе осындай. Так, сосын мына жақта так, сосын тағы да бір заблуждение бар бұл жерде, да. Мына в основном неровный дороганың проводының светі бізде жасыл, и сосын екі көк түстегі біреуі полосасымен проводтар ол. Именно дәл осындай светтегі проводтар, егер сізде электронный педаль болмаса, онда мына датчик положение дросельный заслонкаға келетін проводтардың светі міне осындай болып келеді. Так, в общем, мәселе осындай. Так, қазір мына жерден біз мына абсолютный датчик давления воздуханы так штикерін түгелмен ауыстырамыз, и сөйтіп мына жерде форсункілердің проводтарын ауыстырамыз, и сосын мына жерде датчик температураның штикерін, и сосын датчик детонацияның штикерлерін ауыстыратын боламыз.